өзіме, жалпы біздің отбасымызға бұл баланы тектен тек Алла берген жоқ деп ойлаймын. Демек, мен осылай менің жолдасымның осылай қоғамға бір пайдасы тисін деген бақытта болар деп. Біріншіден, екіншіден, кейде жүректі ауыртады, біз былай күліп, не болып жүрген, біздің жүрегіміз ішінен қанап жатыр да, қанжылап жатыр. Себебі бұл баланың бізге болашағы, бұл баланың өзге, мысалы, қатарлар биыл 11 оқиды. Өте ауыр, өте ауыр. Бірақ бұл баланың қатарлар сияқты оқу бітіре алмайтыны, бұл баланың жар сүйіп, әке атана алмайтыны деген сияқты өмірлік қағидалардан қалыс қалып жатқанын көрсем, әрине жүрек жылайды. Бірақ мен өзімді тыныштандырам. Біріншіден, Аллах бұл баланы маған босқа бермеді деп. Сосын кейде ойлаймын да, ана өмірдің, жұмақтың бары шын болса, ақиқат болса, мен ойлаймын да, бұл балам ана өмірде қиналмайды деп. Ана өмірде бұл балам үшін, бұл ортада, осындай қоғамда, осындай балаларға жасаған жақсылығым үшін Алланың сыйы тұр деп ойлаймын.